Баршаларыңызға сәлем. Менің каналыма қош келдіңіздер. Біз бүгін осындай қытырлап тұрған дубайский шоколад жасаймыз. Маған өзіме ұнады. Бәрі күшті шықты. Дәмі де, начинкасы да. Бізге осындай фисташковый орех керек. Оның барлығын осылай аршып, блендерда араластырамыз. Енді бұны аршу үшін біраз уақыт кетті. Қызымды қасыма отырғызып алдым да, барлығын осылай бір-бірдеп ашып отырдық. Міне осылай аршып алғаннан кейін, осындай блендерда үгітіп аламыз барлығын. Бұған да біраз уақыт кетеді. Бұл фисташканы қатты үгітілгенше дейін осылай ұнтақтап үгіту керек екен. Мына блендермен маған дұрыс үгітілген жоқ. Содан кейін осындай погружнойды алдым. Сосын мен сгущенка қостым. Оның рецептін өзгертіп жібердім. Сгущенкадан кейін сүт қостым. Сұйық болу үшін. Өйткені менікі қатты қою болып кетті. Көз мөлшерімен істедім барлығын. Осы сүт пен сгущенканы қосып жатқанда дұрыс болмайды ма деп ойлағам. Жоқ, дәмін татып көрдім, өте күшті шықты. Ал енді тестасына кірсек, бізде 90 грамм ұн. Одан кейін бізге крахмал керек. Менде картофельный крахмал, сіздер кукурузный да болады. Және оны өткізгіштен өткіземіз ситадан. 50 граммдай крахмал керек маған. Оның барлығын ситадан өткізіп, илеп алғаннан кейін су құямыз. Су примерно алғанша қарайсыздар ғой. Құймақтың тестасы сияқты болу керек осындай. Және 3 ас қасық сұйық май құямыз тестамызға. Содан кейін шым-шым тұз салуға ұмытпаңыздар. Табаларыңызды алдын ала қыздырып қойыңыздар. Және осындай ситадан жаңағы тестамызды өткізіп аламыз. Өйткені түйіршіктер болмау керек. Сосын барлығын өткізіп алғаннан кейін мен осындай жаңа салафан қолдандым. Өйткені менде кондитерский мешок болған жоқ. Үйде қолымызға ыңғайлы етіп ұстайтындай құйып аламыз да. Бетін жауып, ақ кетпесін деп. Қызып тұрған табамызға қазір құйып шығамыз. Басын тесуге ұмытпаңыздар. Зубочисткамен кішкене ғана тесік қалдырып. Және осылай айналдыра табаға құйып шығасыздар. Өзі піскен кезде белгілі болады. 1-2 минуттай, даже одан да аз болуы мүмкін. Осылай пісіріп аласыздар. Піскеннен кейін тарелкаға салып, кішкентай қылдырып осылай кесіп шығасыздар. Және бізге сары май керек болады. Жаңағы табан алдында сары майды қыздырып, жаңағы катаифи тестамды қызартып алам, пісіріп. Бұны енді көбіректеу пісіресіздер. Алтын түстес қылдырып, қызартып пісіресіздер ғой. Осы қытырлап тұру керек. Ал енді шоколадымызды ертіп аламыз. Мен табаға суымды құйып, водяной парда осылай шоколадымды езіп алдым. Күшті болып езіліп шықты. Және де менде шоколадтық форма болған жоқ. Одноразовый посудаға осылай розовый присыпкамды салып, одан кейін шоколадты жағып шықтым. Жан-жағын барлығын дұрыстап жағып шығасыздар. Равномерный қылдырып, одан кейін холодильникке бір 5-10 минутқа қойсаңыз морозилкаға жетеді. Сразу морозилкада сол қатып қалады. Шоколадымыз қатқанша дейін пастамызды шұңғыл ыдысқа салып, одан кейін осындай катаифи тестамыз міне қып-қызыл болып пісті. Соны барлығын араластырып аламыз әдемілеп. Енді жаңағы шоколадымызды алып, холодильниктағы уже қатып қалыпты. Сосын пастамызды фисташковый жағып шығамыз. Осылай барлығын әдемілеп жағып шығасыздар. Толықтырып, одан кейін қалған шоколадымызды бетіне барлығын тегістеп шығамыз. Енді морозилкаға кетті. Міне, енді күшті болып шықты. Лайк басып, тіркеліп қойыңыздар.